Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, студенттер. Алғашқы халық мұғалімі, қазақ даласында алғашқы рет халықтық мектеп ұйымдастырушы, педагог Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арналған «Бірге оқимыз, дауыстап оқимыз» атты облыстық акциясына атсалысып, бір үшін емес, мың үшін атаулы дауыстап оқуға арналған іс-шарасын ұйымдастырып отырмыз. Біздің басты мақсатымыз ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығын оқырмандарға насихаттау, ұлы тарихи тұлғаны есте сақтауға, құрмет тұтып, үлгі алуға тәрбиелеу. Ибрай Алтынсарин – первый апостол народного просвещения Казахстана, писал о выдающемся казахском просветителе, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Десятки, сотни менее известных, но не менее ярких духовных учителей, выражающих в своих личных судьбах дух казахского народа, ждут своих исследователей, которые донесут до широких казахских слоев населения своих предков по укреплению казахской идентичности. Ыбырай Алтынсаринді халқы қатты құрметтейтін. Ол еліне өзінің ақыл кеңесін берумен ғана шектелмей, қиын-қыстау кезде қиналып келген адамға ақша да беріп жіберетін осындай керемет жомарттық қасиеттері болыпты. Сонымен қатар Ыбырай атамыз көпшілікпен ортақ тіл табысып сөйлейтін, отырыстың сәнін кіргізетін, көңілді де сүйкімді әңгімелер айтатын кісі болған. Сегодня мы можем сказать, что Ибрай Алтынсарин – гордость не только нашего народа, а всей просвещенной части человечества. Тропа творчества великого педагога, по которой пройдет будущее поколение, показывает его значение для всего народа. В областной акции принимает участие активная молодежь города Кустаная, студенты высших учебных заведений города филологических факультетов. Давайте, дети, учиться. Дитя, когда учиться станешь ты, то знание средь полной темноты, а светлее ламп осветит путь тебе, станут яркими все твои мечты. Давайте же, дети, учиться начнем, и знания светлые нити навек свою благодарную память вплетем. Богатство тонкий, но как дым пропадут твои богатства, если грянет шум. Ученому же не страшен жил любой, его богатство с каждым днем растут. Твою рубашку ткач учился ткать, сорока пищу учится искать. И всем искусством, и наукам всем возникнуть помогло учение мать. Кто вовсе не хотел себя учить, тот никогда не сможет умным быть. Как черного от белого вовек баран и бык не сможет учить. Давайте же, дети, учиться начнем, и знания светлой нити навек свою благодарную память вплетем. Скакун, идущий шагом, свеж всегда. Так знание не стареет никогда. А неучу, попавшему в беду, помочь не сможет сам Кадыр-ата. Учение, как старинное вино, тем больше крепость, чем старее оно. Ученый сталь заставит воском стать, он видит там, где для других темно. Давайте же, дети, учиться начнем, и знания светлой нити вовек свою благодарную память вплетем. Чтоб лучше неизвестное узнать, все дети умные за книжками сидят. Лишь глупые мальчишки-шалуны стараются учения избегать. Растившие тебя из года в год родители состарятся. Придет унылый день, тяжелый день, когда в загоне их переведется скот. Когда лишатся старики скота, надежную опорой им тогда останется учение твое, и в дом их тихий не войдет никто. О том, чтоб сын
детей не ждать добра, зачем у Бога их просить? Давайте же, дети, учиться начнем. И знания светлой нити вовек свою благодарную память ведем. Ыбырай тәрізді халықтың адал ұлдары алған білімдерін өз елінің мәдениетін жетелеуге, оқу, ағарту ісін өркендетуге жұмсады. Ол кезде надандыққа белшесінен батып жатқан елді оқуға шақыру, мәдениеттілікке үндеу айтарлықтай тарихи іс еді. Ыбырай өзінің көптеген өлең әңгімелерін жастарды оқуға шақырды. Осы орайда Ыбырай атамыздың Кәусар мұрасына кезек берсек. Ыбырай Алтынсарин өзен. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған. Көңілін суын ішсен ашылады, ененде бар дертінді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар өзеннен рахаттау басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларда шуылдап, желмен бірге басырады. 10 мың мал айдап өтсен лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көк шығып, шөп бітпеген жай қалмайды. Ел қыстап, күн көреді жануында, дәм болар алуан балығында. Тас-таста, алтын таста сынамаққа, сонда да аққан өзен қалыбында. Құдіретін құдайымның көресін бе, не нәжіс, тоқтар өзен денесінде. Арыстан демалуға суға кірсе, балықтар шымшып ойнар терісінде. Ибрай Алтынсарин внес огромный вклад в культурный и экономический расцвет своего народа. Сама жизнь и духовный облик педагога-просветителя – пример для подражания потомкам на все времена. В течение своей непродолжительной жизни он беспрерывно занимался самообразованием и стал одним из самых образованных казаков XIX века. За короткий срок он не только освоил незнакомый для него русский язык, но и стал автором множества разнообразных по стилю и жанрам произведений на этом языке. Он принес всех знания, науку. Он добился в жизни многого, не только благодаря своей даровитости, но и безмерному трудолюбию. Яркий и талантливый сын казахского народа Ибрай Алтынсарин своим служением науке, народному просвещению, родной степи показал нам яркий пример, как нужно жить, приносить пользу народу и отечеству. Ыбырай Алтынсарин — река. С громом с гор низвергаясь в глубокий провал, огибая последние выступы скал. Затихает река, и в долине блестит гладь ее, как поверхня спокойных зеркал. Сердце радо реке, от объятий ее, хворь оставит недужное тело твое. Скот, измученный зноем, в прохладной воде отдыхает, находит блаженство свое. Безязычные рощи, дойдя до реки, вдруг начнут говорить с ветерком молодым, и любая песчинка долинной земли сохраняет живительной влаги следы. Сочным травам расти помогает вода, вдоль реки по долине пасутся стада. В светлых струях под берегом рыба идет косяками, готов для нее не вода. Сотни стад не сумеют реки замутить, и ничем невозможно ей путь преградить. Лев придет к ней, и рядом, резвясь, рыбы станут за шкуру его теребить. Ыбырай көрнекті ақын, талантты жазушы. Ақынның араз бол кедей болсаң ұрлық пенен деген өлеңі еңбек салтанатын, адалдықты, шындықты үйретеді. Әй достарым деген өлеңінде Ыбырай қолыңнан келсе қыл қайыр деп қайырымды, ең адал азамат болуға шақырады. Ыбырай жаңашыл жазушы. Ол ең алдымен қазақ әдебиетіне жаңа идеясымен, тың тақырыптар әкелуімен жаңашыл. Қазақ ақындарына оқу, тәлім тәрбие, мәдениет мәселелерін Ыбырайдай арнайы сөз еткен ешкім болған жоқ. Ақынның шығармаларында өнер, еңбек, кәсіп, адамгершілік, идея, отырықшылыққа байланысты тұрмыс жаңалықтары көтерілді. Жаз, өзен деген өлеңдері де кезінде қазақ әдебиетінде жаңалық болып қосылды. Еңбек деген өлеңдері өрмекші, құмырсқа, қарлығаш, бай мен жарлы баласы, байлық, асыл шөп, қыпшақ, сейіттің тағы басқа әңгімелері
аса тартымды, мәнді көркем шығармалар. Ыбырайдың адамгершілік мәселесінде шеше мен бала, бір уыс мақта, мейірімді бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, таза бұлақ әңгімелерін жазып, аудармалар жасады. Ыбырай Алтынсарин, әй достарым, жігіттерім, болмасқа болуш болма. Қолыңнан келсе қылғайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәндетті, бір күннің қандетті. Жаманның ісі міндетті, зар берте алушы болма. Жоғарғы қарап оқ атпа, өзіңнің түсер қасыңа. Ақылсыз жанды досыңде, басыңды қосып сарайтпа. Күндердің күні болғанда, ол жаман айғақ болар басына. Бар күшіңді сынаспай, балуандармен күреспе. Таң боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан, ақылды дұшпан артық. Сырты майда, іші қан, ел ішінде жар жора. Достарынан бір сақтап. В 2017 году был реконструирован мавзолей Алтынсарина, который расположен на берегу реки Тобол в живописнейшем месте. Этот объект вошел в карту сакральных мест Костанайской области. Важно и показательно, что тропинки к мавзолею не зарастают. Сюда приезжают взрослые, молодежь, для детей проводятся экскурсии. Лучше понять игру Алтынсарина поможет и поход в мемориальный музей, расположенный в самом центре Костаная. Интересные экспозиции, подлинные экспонаты, связанные с Алтынсариным, погружают в прошлое, создают атмосферу, царившую в доме педагога и открытых им школах. Ыбырай Алтынсарин, Апрель до краев напоем благодатью земной. Синие стаи гогочут вдали голубой. Дожди проливные летят водопадами с гор. В долинах мерцают озера воды снеговой. И в росном тепле испарений бескрайний простор уже покрывается свежей душистой травой. По воле Творца день и ночь скоро станут равны. И солнце земли нам покажется ближе. Тихим долинам начнут беззаботно играть, скакать и резвиться, как шарики из горок крупных. Бог создал апрельские дни для того, чтобы живым влить новые силы и дать исцеление больным. В апрельское время двоятся стада у дыхкан. Аул расстается на лето с зимовьем своим, и женщины, затемно в путь снарядив караван, с веселыми шутками следом уходят за ним. Ланы, сайгаки в просторах бескрайней весны заскачут, довольные тем, что расцвели опять высокие травы. И на воду с чистых озер опустится с криками лебеди и журавли. А в час, когда солнце слепит человеческий взор, манящий мираж задрожит в лучезарной дали. Большого веселья дождется народ наконец. От радости станут сосуны, большой жеребец, скакать и резвиться, и радость свою изольют нечаянным коровы и блеянием стада овец. Степенно и гордо пройдет, колыхаясь верблюд. О, сколько чудесного создал великий Творец! А под вечер солнце уйдет за вершины Гольца, в небо окрасив свет золота и багряца, и славу Творцу воздавая ночною порой, в счастливом блаженстве сольются влюбленных сердца. Девушка милого выпустит из юрты, платком прикрывая руки мертвеца. Ыбырай Алтынсарин нағыз халықшыл жазушы, ағартушы, ақын, өмір шындығын озық идея тұрғысынан таныта білетін кемеңгер суреткер, аса қажырлы қоғам қайраткері, заманның ең маңызды мәселесін көтеріп, жыр төккен азамат ақын, жаңашыл жазушы, сол жаңаның тынымсыз жаршысы. Ыбырай Алтынсарин жаз. Сәуірде көтерілер рахмет туы, көрінер көк жүзінде қаз бен туы. Көктен жаңбыр таулардан суға жүріп, жайылар жер бетіне қар мен суы. Ұшпақтың бір сәулесі түсіп жерге, шығарар жерден шөпті нұрдың туы. Жақындар Құдайымның көктем күні, тең болар жарлық пенен күн мен түні. Аспаннан рақым менен күн төнгенде, қуанып қыбырлайды ыныс жыны. Ұйқыдан көзін ашқан жас балаша, жайқалып шыға келер жердің күні. 2 ноября 2020 года в Костанае на площади перед Центральным сквером открыли памятник Ыбыраю Алтынсарину. На церемонии открытия памятника принял участие аким области Ахимед Мухамбетов.
Он сообщил, что этим событием дается старт празднованию 80-летия со дня рождения великого просветителя Ибрая Алтынсарина. Памятник Алтынсарину воздвигнут по инициативе педагогической общественности, ветеранов и молодежи города. В качестве почетного гостя на открытии присутствовал уважаемый в городе Кустанаец, заслуженный учитель, бывший директор школы имени Алтынсарина Викент Каженович Пакешев. Скульптором данного памятника является Женис Жубанкосов. Ыбырай оқу ағарту жұмыстарына өз заманының ең озық әдістемелерін қолдана отырып, білімнің балаларға ана тілінде берілуіне айрықша мән берді. Қазақ хрестоматиясы атты оқулық қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы атты дидактикалық оқу құралын жазды. Бұл кітаптардағы оқушыны отансүйгіштікке, еңбекке, кісілікке тәрбиелейтін ғибратты шығармалары ешқашанда өзінің мән-мағынасын жоймақ емес. Бір адам жас баласын жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрі-бері жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егініне қарап жүрді. Көзі пісіп тұрған егін түрлі, бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көкке санап, баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңілі жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып, маужырап, ырғатылып, ұрғат қонып, әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өзге көкке, өзіне өзгелерін тең бермейтін, соншама бұл бидайдың дәні көкке. Завещанием потомкам можно считать стихотворные строки Ибрая Алтынсарина. Строит дивные дворцы умный, знающий народ, сильным знанием своим, он уверенно живет, не успеешь моргнуть, весть пришла из дальних стран. Сколько месяцев сюда шел был тихий караван, люди спорят за быстротой, птиц парящих в небесах, а друзья огонь, вода совершает чудеса. Средь пустынь вода звенит, корабли в морях трубых, людей мились обошли, и скуку позабыв, знающему это все стало ясным навсегда, а безграмотный, деясь, будет жить в потьмах года. О достоинстве коня не узнаешь без бойги, после слышит ум большой наши смелые шаги. Молодежь, мои друзья, зелень свежая полей, сверстников своих догнать, постарайтесь поскорей. Мы в невежестве глухом бородами обросли, для народа своего мало пользы принесли. Пусть пословица живет в каждой ясной голове, честь, джигита, красота, совершенстве, мастерстве. То, что сделать не смогли мы, седые старики, вы теперь должны достичь, вы грядущего ростки. Уповаю лишь на вас, радость сердце затаив, так примите в добрый час пожелания мои. Ыбырай атамыз сияқты келешекте ұлт жанды азаматтар, оқырмандар көп болса деген үміттеміз. Әр қазақтың көңіл көрінде, жүрек төрінде жүретін ұлттың ұлы ұстазын ұлағаттап тұратын іс-шараларымыз жыл бойына жалғасын таба береді. Осымен іс-шарамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.